Алматы индустриалды аймағы осы күнге дейін 2 триллион теңгеге жуық өнім өндірген. Былтырдың өзінде көрсеткіш 801,3 миллиардты құрапты. Бұл туралы индустриалды аймақта өткен баспасөз жиынында белгілі болды. Сондай-ақ іс-шарада биыл 28,9 миллиард теңгеге салынып жатқан 15 жаңа жобаның құрылысы аяқталып, жұмысы басталатыны айтылды. Нәтижесінде 1594 жұмыс орны ашылмақ. Индустриалды аймақтың алдағы жоспарлары қандай? Тағы қай салада өнеркәсіп орындары іске қосылады? Толығырақ әріптесім Рүстем Айткәрім тарқатады. Алматы индустриалды аймағының құрылғанына биыл 9 жыл толып отыр. 490 гектар аумақты алып жатқан жауапкершілігі шектеулі серіктестікте бүгінде 102 компания құрылыс, логистика, тамақ және агроөнеркәсіп сияқты салалар бойынша қызмет атқарады. Сондай-ақ 14 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Қазір бұл аймақты дамытудың бірінші кезеңі аяқталып келеді. Себебі берілген жердің 95% өнеркәсіп нысандарымен толып, игеріліп қойған. Алматы индустриялық аймағы екінші кезеңі ұлғаяйын деп жатыр. Сондықтан батысқа қарай тағы 194 гектарға ұлғайып, инвесторлардың жаңа жобалары іске асуда. Жылдың соңына дейін 15 мекемелер, заводтар іске қосылады. Ол тағы жаңадан жұмыс орындар құрылып, мекемелер арғара өздерінің жұмыстарын жалғастыра береді. Аталмыш жобалардың қатарында гигиеналық құралдарды өндіретін, банк карталарын шығаратын, автокөліктің орындықтары мен электрондық құралдарын дайындайтын өнеркәсіп орындары бар. Оған 24,3 гектар аумақ бөлініпті. Баспасөз жиынында бұдан бөлек шағын кәсіпкеде оңтайлы жағдай жасалатыны айтылды. Қазір қалада дәл осындай 11 өнеркәсіп паркі бар екен. Оның 6-ы индустриалды аймақта орналасқан. Журналистер қауымы да мекемелер жұмысы мен танысып қайтты. Алғашқыларының бірі әтір шығаратын шағын өнеркәсіп. Бұл жақта бізде өндіріс залы бар, одан бөлек қойма бар, склад. Сол складты толтырып отыру біздің басты мақсатымыз, және тапсырыс түскен кезде сол складтан біз дайын өнімдерді тапсырыс түскен жаққа жіберіп отырамыз. Ал егер шамамен алатын болсақ, күніне 500 бен 1000 штук арасында өндіріліп отырады. Қызметкерлер 30-ға жуық әтір түрін шығарады. Қазақстанда алғашқылардың бірі болып ашылған компания өнімдері бүгінде TMD елдерінде де сұранысқа ие екен. Индустриалды аймақты дамыту жоспарына сәйкес, мұндай шағын өнеркәсіп парктерінің санын 2025 жылға дейін 26-ға арттыру көзделіп отыр. Соның нәтижесінде 3400 адам жұмыспен қамтылмақ екен. Ал бүгінде индустриалды аймақта 2 триллион теңгеге жуық өнім өндірілгені белгілі. Олардың басым бөлігі ірі өнеркәсіп орындарынан түскен. Бізде негізі осы жерде 2 завод бар. Біріншіден автоклавты газоблокты өндіреміз. Жылына 180 мың көлемінде кубический метр өндіреміз. Екінші производствомыз жаңағыдай брусчатка, поребрик, бордюр соны өндіреміз. Бәрі неміс оборудованиесінде өндіріледі. Зауыт қызметкерлерінің сөзінше сапаға мән беру басты міндет. Бүгінде онда 100-ге жуық адам жұмыс істейді. Алдағы уақытта зауытта өндірілетін өнім көлемін 250 мың текше метрге дейін көбейту жоспарланып отыр екен. Тіпті көршілес Қырғызстан мемлекетіне де экспорт жасалып жатыр. Тағы бір атап өтер жайт, индустриалдық аймақты дамытуға қатысты жоспарға сәйкес инновациялық техникалық колледждің құрылысы да басталып кеткені сөз болды. Оқу орны бірнеше сала бойынша дәнекерлеуші, ұста, механик сынды мамандар дайындайды. Нысан 2025 жылға дейін қолданысқа берілмек. Рүстем Айткәрім, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.